Қымбатты өзімен жұмыс жасаушы досым. Қазір кешірім жаттығуын жасайтын боламыз. Бір стакан су ішіп алыңыз да, өзіңізге қолайлы отырып алыңыз. Егер отырған болсаңыз, көзіңізді жұмыңыз. Жаттығу аяқталғанша көзіңізді ашпаңыз. Терең-терең дем алыңыз. Барлық ойларыңызды Аллахқа тапсырып, назарыңызды дем алып дем шығаруға қаратыңыз. Бұлшық еттеріңізді, барлық денеңізді бос ұстаңыз. Ауа мен тыныштық бүкіл денеңізді толтырсын. Ауаны шығарғанда шаршаулар, керексіз ойлар сізді тәрк етсін. Жақсы. Қымбаттыларым, бүгін сіз көптеген адамдарға кешірім жасайсыз. Әлбетте түсінген жағдайда жасаймыз. Өзіміздің өмірімізді жақсы тарапқа өзгерту үшін, көптеген жетістікке оңай, тез жету үшін, ауруларымыздан жазылу үшін, жолы болғыш адам болу үшін, шешілмей жатқан мәселелерді шешу үшін өзімізбен жұмыс жасаймыз. Өзіңізге рұқсат беріңіз күшті адам болуға. Мен кешіре аламын деп өзіңізге айтыңыз. Елестетіңіз, бір бөлмедесіз. Бұл бөлмеде есік бар. Бұл есіктен кіргенде біз өзіміздің өткенімізбен ойша кездеміз. Кім бізді ренжіткен болса, сол есіктің артында кездіреміз. Ойша сол есікті ашыңыз. Ол жерде тар бір жол бар. Сол жолдан ақырын жүріп барамыз. Алыстан сіз тарапқа жүріп келе жатқан адамдарды көрдіңіз. Саспай еркін оларға қарап жақындай береміз. Елестетіңіз, қазір сіздің алдыңызға бірінші адам келіп тоқтады. Және ол адам сіздің көзіңізге қарап тұр. Бұл адаммен сізді не байланыстырады? Сол оқиғалардың барлығын қазір кешіреміз. Бұл адамды өз еркіне жібереміз. Кім айыпты? Кім айыпсыз? Бұл маңызды емес. Бұл үшін кездеспедіңіз. Жүрегіңіздегі барлық ауыртпашылықтан, тастардан, кірлерден тазалану үшін осы жердесіз. Сол адамның көздеріне қарап шын көңілмен айтыңыз. Мені кешір. Егер мен өзімдегі қандайда бір ойлармен сені өз өміріме тартып алған болсам, сенен кешірім сұраймын. Мен 100% өз өміріме жауапкершілікті аламын. Сол болған көңілсіз оқиғада менің де үлесім бар деп айтыңыз. Көздеріне қарап тұрып, өзіміз білген 4 сөзді айтамыз. Мен кешір. Өкінемін, алғыс айтамын. Сені жақсы көремін деп айтыңыз. Сен берген сабақтар арқылы мен өзгердім. Сен маған ұстаз болғаның үшін алғыс айтамын. Сен берген сабақтар арқылы мен өзгердім. Маған ұстаз болғаның үшін алғысымды айтамын. Кешірім сұраймын, сен берген сабақты түсінбегенім үшін. Сенен ренжігенім үшін. Бұл адам сізді кешіріп жатқанын елестетіңіз. Өзі де сізден кешірім сұрап жатқанын көре біліңіз. Ол адамның да өзгеруіне өзіңізге рұқсат беріңіз. Кешірімін қабыл етіңіз. Ол адам сіз оны кешіргеніңізден қуанып, сізге рахмет айтып жатқанын және қоштасып кетіп бара жатқанын ойша елестетіңіз. Оған бақыт тілеңіз. Ең жақсы тілектерді айтыңыз. Міне қарсыңызға тағы бір адам келіп тұр. Қашанда бір жүрегіңізді ауыртқан, сізді ренжіткен. Бірақ бұл өткен шақта. Бүгін қараңыз, оның да көздерінде жас, оны да ренжіткен адамдар бар. Оның да жүрегінде қаншама дерті бар, көре біліңіз. Бұл сізге оны кешіру оңайрақ болу үшін. Ол өзі естіген, өзіне қарат айтылған сөздерді сізге айтқан. Оның ауыртпашылығын көре біліңіз. Және өзіңіз бірінші болып кешірім сұраңыз. Мен сенен кешірім сұраймын. Өмірімді өзгертпекшімін. Өзімнің болашағым үшін, балаларым бақыты үшін мен өзгеруге шешім қабылдадым. Күшті адам ретінде сенен кешірім сұраймын. Және сені кешіремін. Өкінемін, алғыс айтамын. Сені жақсы көремін. Және бұл адам қуанып кетіп кешіріміңізді қабылдап жатқанын елестетіңіз. Өзі де кешірім сұрап жатыр. Кешірімін қабылдаңыз. Ал енді ата-анаңыздан басқа, туған туыстарыңыздың сізге келіп жатқанын елестетіңіз. Сізді құшақтап кезекпе-кезек кешірім сұрап жатқанын елестетіңіз. Бауырына қатты басып, мені кешір. Мен сені ренжіткенімді білмеген едім. Мен бар болғаны сені жақсы болсын, сол жол жақсы деген едім. Аз болса да көңіліңді ауыртқан болсам, кешірім сұраймын. Деп айтып жатқанын елестетіңіз.
Әлбетте, мейірім, махаббатпен әрбір туысыңызды кешіріңіз. Айтыңыз, мені кешір. Өкінемін, алғыс айтамын. Мен сені жақсы көремін. Бақыт тілеймін деп жақсылықтар тілеңіз. Жақсы күндерде бірге болғым келеді деңіз. Олар кешіріміңізді қабылдады. Сіздің кешіргеніңізден қуанды. Жақсы тілектеріңізге риза болып, қоштасып кетіп бара жатыр, елестете беріңіз. Енді ойша өзіңіз жұмыс жасаңыз. Өзіңізден сұраңыз. Менің мына мәселем шешілуі үшін кімді кешіруім керек? Немесе көзімнің көруін жақсарту үшін кімді кешіруім керек? Кімді кешірсем ауруымнан айығамын? Сізді қандай мәселе мазаласа, шешімі өзіңізде. Өзіңізден сұраңыз. Ішкі түйсігіңізді тыңдаңыз. Алдыңызда пайда болған адамды күшті адам ретінде кешіріп жіберіңіз. Күшті адамдар ғана кешіре алады. Мені кешір. Өкінемін, алғыс айтамын. Сені жақсы көремін. Бақытты бол. Барлық жақсылықты тілеймін. Ойша елестетіңіз, ол адам кешіріміңізді қабылдағанын. Сізден де өтініп кешірім сұрап жатыр. Рұқсат етіңіз сол адамның өзгеруіне. Мүлде жақсы адамға айналуына. Сізде қабылдаңыз кешірімін. Ол кешірімін қабылдағаныңыздан қуанып кеткенін елестетіңіз. Сені азат еттім, еркіндікке жібердім деңіз. Қоштасыңыз, көңіліңіздегі тастар еріп, бүкіл денеңіз жеңілдеп жатқанын сезініңіз, терең дем алып шығарсаңыз да болады. Ал енді өміріңізде ең жақын болған, ең керек адамдармен кездесеміз. Жолды жалғастырамыз. Алыстан бір еркек, бір әйелдің сұлбасы көрінді. Олар сізге жақындап келе жатыр. Және сіз көрдіңіз, бұлар сіздің ата-анаңыз. Бүгін сөзсіз, жүрекпен сөйлесеміз. Олардың көздеріне қарап, сол кездің өзінде оларды түсінеміз. Қаншалық жүректері махаббатқа толы еді. Және олар сізді қаншалық жақсы көруін ата-ана болып түсініп жеттік. Ата-ана соншалық перзентін жақсы көреді. Көп нәрселерге жетуін қалайды. Енді сіз сөзсіз келіп әкеңізді құшақтаңыз. Қазір тілмен емес жүрекпен сөйлесеміз. Әкешім, мен сізді жақсы көремін. Әкеңіз сізді қатты бауырына басып құшақтағанын сезініңіз. Қаншалық әкеңіз сізді жақсы көреді. Әкешім, мені кешіріңіз. Сіздің махаббатыңызды мен түсінбегенім үшін. Сіз біліп тұрсыз, әкеңіз сізді әлдеқашан кешіріп қойған. Әкеңізде кешірім сұрап жатыр. Қатты құшақтап әкеңізге жүрегіңізбен айтыңыз. Әкешім, мен сізді жақсы көремін. Мені кешіріңіз. Өкінемін. Алғыс айтамын. Анаңыздың да сол кезде келіп сізді құшақтағанын сезіп қалдыңыз. Аналарымыз біздерді қаншалық жақсы көреді. Олар біздер үшін тіпті жанын беруге дайын. Анашым, мені кешіріңіз. Сізді түсінбегенім үшін, көп ренжіткенім үшін, сіздің махаббатыңызды, мейіріміңізді қабылдамағаным үшін мені кешіріңіз. Өкінемін, алғыс айтамын. Сізді жақсы көремін деп айтыңыз. Сіз құдды мейір, махаббат океанына түсіп қалғандай сезініңіз. Олар сізге дұға жасап, барлық тілектерін айтып жатыр. Олардың дұғаларын, тілектерін қабыл етіңіз. Сезініңіз, олар жүректен шығарып дұға етіп жатыр. Дүниедегі ең бақытты адам болуыңызды тілеп жатыр. Көре біліңіз. Олардың барлық дұғаларын қабыл етіңіз. Өміріңізге кіргізіңіз. Әкешім, анашым, мен сіздерді жақсы көремін. Алғыс айтамын. Бұл сөздерді қайта-қайта айта беріңіз. Олар, перзентім, біз әр кезде жаныңда боламыз. Сені қолдап қуаттаймыз. Сенің жүрегіңде боламыз. Дүниедегі ең бақытты адам бол. Жолы болғыш адам бол. Армандарыңа артығымен жеткін деп жатыр. Олардың дұғасын, махаббатын, мейірін қабыл етіңіз. Олармен қоштасыңыз. Біліңіз, олардың дұғасы сізді қолдайды, қуаттайды.
Олардың мейір махаббатына шомылған күйде, бұл өмірде көп жетістікке жетесіз, сеніңіз. Енді ойша елестетіңіз. Таныс бір бөлмеде болып қалдыңыз. Мен қайдамын? Айналаңызға қарап тұрып, бірден тандыңыз. Бұл менің балалық шағым кешкен бөлме ғой. Бұл жерде мен есейгенмін. Міне, бұл жерде мен ұйықтаушы едім. Мына ойыншықтарды мен ойнаушы едім. Сол уақыт бір баланы көріп қалдыңыз. Bir шетте бір өзі отыр. Жанына барып қолдарынан ұстаңыз. Бұл сіз ғой. Сол баланы қатты құшақтап бауырыңызға басып, оны қаншалық жақсы көретініңізді айтыңыз. Кешірім сұраңыз. Мені кешір, сені ұмытқаным үшін, саған қарамағаным үшін, сені көп күттіргенім үшін, кешір. Өзімнің арман, мақсаттарымды ұмытқаным үшін кешір. Енді әркез бірге боламыз. Сені енді ешқашан жалғыз қалдырмаймын деп айтыңыз. Оның көңіл күйін өзгертіңіз. Балаға әр түрлі сыйлықтар беріңіз. Ол сізге күліп қарап жатқанын елестетіңіз. Ол сізге сеніп жатыр. Ол да сізді жақсы көруін ойша естіңіз, сезініңіз. Бұл бала сізді қаншалық күткен еді. Мейіріңізге, махаббатыңызға қаншалық мұқтаж еді. Сізді құшақтап, сізді жақсы көруін айтып жатыр. Сізде айтыңыз. Мен сені жан жүрегіммен жақсы көремін. Біз бұдан бұлай бірге көп жетістікке жетеміз. Бала қуанып жатқанын елестетіңіз. Енді сондай бір образ жаратыңыз. Бала кішірейіп жатыр, моншақтай кішкентай болып қалды. Абайлап қолыңыздағы баланы жүрегіңізге алып барып, жүрегіңізде қалдырыңыз. Міне, барлық адамдан кешірім сұрадыңыз. Өзіңізден де енді артқа қайтамыз. Кірген есігімізді артымыздан жабамыз. Ол есіктің кішірейіп жоқ болып кеткенін елестетіңіз. Енді Аллахтан кешірім сұраймыз. Мені кешір, және айыбым үшін өкінемін. Және сол істерді жасағаным үшін өкінемін. Саған шүкір етемін. Барлық жақсы оқиғалар үшін алғыс айтамын. Тіпті өмірімде болған жағымсыз оқиғалар үшін алғыс айтамын. Себебі мен сол жағымсыз оқиғалар арқылы өсіп жатырмын. Есейіп жатырмын. Тәжірибе алып жатырмын, пайда алып жатырмын. Көбірек ақылдырақ болып жатырмын. Көбірек тәжірибелі болып жатырмын. Менің өмірімде қандай оқиға болуынан бөлек, мен сенен разымын. Мен сені жақсы көремін. Сен Мұса алейхиссаламға теңізді қақ жарып жол ашып бердің. Сенің құдіретіңді мойындаймын. Сен Юсуфты құдықтан, Юнусты балық қарыннан құтқарғансың. Саған мүмкін емес нәрсе жоқ. Сен Юсуфты құлдықтан уәзірлік дәрежесіне көтергенсің. Сен өте мейірімдісің. Сен Закарияға Яхияны, Мариямға Исаны бердің. Құдіретіңді мойындаймын. Сен жоқтан бар етушісің. Сен Мұхаммед саллаллаху алейхиссаламды Миғражға көтергенсің. Мариям ананы жаннат тағамдарымен сыйлағансың. Саған мүмкін емес нәрсе жоқ. Сен Бухари рахимахуллахтың тума соқыр көзіне нұр бергенсің. Сенің құдіретіңді мойындаймын. Үңгір адамдарын 300 жыл ұйықтатып, басқа заманда оятқан Аллахсың, саған мүмкін емес нәрсе жоқ. Құдіретіңді мойындаймын. Менің сұрағанымды орындау саған еш ауырлық етпейді. Сұрағанымды тез, оңай әрі көркем түрде бересің деп сенемін. Сені мейірімді әрі жомарт деп білемін, және сенемін. Мені ренжіткен адамдарды кешірдім, өзің жеңілдік бер. Жүрегіме тыныштық орнат. Сол оқиғаларда маған хайыр бергенсің. Енді сол хайырды көрсет деп айтыңыз. Әлбетте, Аллах дұғаларымызды естиді, хайырын өзі береді. Енді көз алдыңызға елестетіңіз, сол бөлмеде тағы бір есік бар. Ол есік сіздің болашағыңызға алып барады. Ол есіктің артында сізді көптеген сыйлар күтіп тұр. Есікті ашпас бұрын, біліңіз. Арманыңыз орындалу үшін, сол арманыңыз қазір болып жатқандай елестетесіз. Бұған эмоцияңызды қосасыз. Сол арман орындалып қалса, сізде қандай көңіл күйде боласыз, соны сезінесіз бүкіл денеңізбен. Қандай адамға айналғыңыз келеді? Сол адамға айналыңыз.
Ауру болсаңыз, өзіңізді сапpa-сау күйде сезініңіз. Егер үйлі болғыңыз келсе, өзіңізді үйіңізде елестетесіз. Көре біліңіз. Үйіңіз қай жерде орналасқан? Сырты қандай? Ішке кіре беріс қандай? Қанша бөлме? Кімдер бар іште? Деталдарына дейін анық көріңіз. Қоныс той тойлап жатқаныңызды елестетіңіз. Дастархандың түсі қандай? Үстінде не бар? Қонақтардың құтты болсын деген даусын ести біліңіз. Егер сізді балаңыздың тілі шықпай жатқаны мазаласа, балаңыздың сөйлеп жатқанын ести біліңіз. Егер балаңыз жүре алмайтын болса, жүріп жүргенін елестетіңіз. Мүлдем сапpa-сау халде көріңіз. Аллах үшін мүмкін емес нәрсе жоқ, соны мойындаңыз. Миыңызға шектеу қоймаңыз. Алланың құдіретін мойындаймын деп іштей айтып, сіз қалаған болашағыңыздың есігін ашыңыз. Есікті аштыңыз. Елестетіңіз, көк дала. Айнала гүлдерге оралған. Таза ауа. Енді өзіңіз қалаған жаңа образды жаратыңыз. Өзіңізге рұқсат етіңіз. Өзіңізді сол арманыңызға лайық көріңіз. Қазір көп күткен арманыңыз орындалды. Сезініңіз, көре біліңіз. Мейлі аяғыңызда жыртық нәски болса да, оған мән бермеңіз, өзіңізді бай адамдай сезініңіз. Өзіңізді сол образда көріңіз. Қазір арман мақсаттарыңыз орындалу үшін жағымды эмоцияны қосыңыз. Және анық елестету керексіз. Жаңа нейрондар осылай түзіледі. Сезініңіз. Сезінгенде, біздің денеміз болашақ оқиғаның эмоциясын сезінеді. Эмоцияны сезініңіз. Қазір сіз болашақтасыз. Армандарыңыз қазір орындалып жатыр. Қазір қай жерде тұрсыз? Айналаңызға қараңыз. Кімдер бар? Сіз не ойлап тұрсыз? Немен машғұлсыз? Жаттығуды аяқтаймыз. Терең демаламыз. Өзіңізге алғыс айтыңыз, өзіңізбен жұмыс жасап жатқаныңыз үшін, өзгеріп жатқаныңыз үшін. Рахмет деп айтыңыз. Көзіңізді ашыңыз.